Ханымдар мен мырзалар, так, кеш жарық ханымдар мен мырзалар, мына бүгінгі зумды жүргізетін қазіргі таңда мынау мақсаты айқындалып келе жатқан, арманы үлкен, семинарға командасымен дайындалып жатқан. Неге өйткені мынау семинар арқылы өсеміз. Біз кейде мынау цифраны санаған кезде әлі шатасып жатамыз. Неге? Өйткені бір ондай нәрсені көрмегенбіз, иә? Жайлап шет жағасы көріп жатқан ол Айнұр ханым, Құдай қаласа, мынау еңбегіңіз еселене берсін. Мынау бүгінгі керемет негізі косметика, осы косметика арқылы да адамдар мысалы машина мініп, басқа компанияларда. Ал біздің косметика 86%-тен 95%-ке дейін алоэдан жасалған, иә? Сол үшін бүгін керемет ақпарат алғалы отырмыз. Қазіргі таңда компанияның Forever Aloe Vera компаниясының супервайзері Нұралиева Айнұр ханымға бұрсақ микрофонда, иә? Микрофонды өшірем, өзіңізде сөз кезегі, иә? Соңына дейін тыңдайтын болсақ, жақсылап, онда біз косметика туралы өте көптеген ақпараттарды аламыз деген ойдамыз. Жақсы? Айнұр ханым, микрофонды өшірем. Рахмет. Қайырлы кеш баршаға. Так. Дауысым шығып тұр ма? Дауысым естіліп тұр ғой, естіліп тұр ма? Тамаша естіліп тұр даусыңыз. Жақсы, қайырлы кеш баршаға, Forever қауымы. Біздің бүгін мен Нұралиева Айнұр, супервайзер. Forever компаниясында, осы Forever компаниясындағы интернет-магазиніміз бар. Сол интернет-магазиндегі косметикалар жайлы, бет күтіміне арналған кремдеріміз бар. Сол жайлы бүгін мен сіздерге айтып өтейін. Одан алдын біздің компания жайлы қысқа айтып өтсем, бұл өте үлкен керемет компания, 1978 жылы құралған. Қазіргі таңда 172 мемлекетте 44 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан компания. Біздің Қазақстанға кіргелі 17 жыл болды. Енді бұл Aloe Vera Forever компаниясын біздің Қазақстанның халқы тұтынса да, тұтынбаса да, Американың ештеңесі кетпейді екен, былайша айтқанда. Біз қазақтар өзімізге керекті жақсы осындай өнімдерді неге тұтынбасқа? Енді келесі келетін болсақ, біздің компанияның жаңағы косметикалары жайлы, кремдері жайлы айтып өтетін болсақ, ең бірінші мынау Infinity деген жаңа технологиямен жаратылған косметика набор. Бұл косметикаларымыз бет күтіміне арналған, ең кереметі жаңағы мужской, женский деп бөлінбейді, бүкіл адам баласына теріге арналған, тері күтіміне арналған наборлар. Бұның ішіндегі кремдері, жаңағы ең бірінші тұрған креміміз, ол моющий молочко, бетті жууға арналған молочкомыз. Бет күтіміне қандай макияж жақсақ та, қазір өздеріңіз білесіздер, тойға барады, басқаға барады, тоналка жағады, оның бәрінің құрамы біреуін таза емес. Сол себепті бетті осындай зиянсыз таза молочкалармен жуып отырсақ, біздің беттеріміз ылғалдандырып, жаңағы әрі жасара түседі екен. Бұның ішінде сывороткасы бар, ол да жаңағы беттің әжімін тартады, майда әжімдермен күреседі, майда ірі көзге көрінетін әжімдерді тартады дағыны, бетті жас қалпını сақтап отырады. Сосын бұл жерде және восстанавливающий креміміз, жаңағы қалпына келтіруші деген крем бар. Ол мынау беттің күнделікті әртүрлі жаңағы желден, суықтан, ыстықтан, әртүрлі бет терісіне зақым келіп жатады, соларды қалпына келуін сақтайтын крем. Сосын ішінде коллаген деген витамин бар, іштей жасартатын өте керемет. Осы наборды 40-тан асқан адамдарға керемет ұсынамыз. Коллаген іштей жасартып отырып, сырт тері күтіміне осы косметикалар жағып отыратын болсақ, керемет нәтиже көреді екенбіз біз. Келесі біздегі косметика наборымыз 13 жастан бастап жағатын Соня наборымыз бар. Бұл да өте керемет, жеңіл түрде 13 жастан бастап адам бетіне
мужской, женский, қыз, ер деп бөлінбей барлық адам бетіне арналған косметикаларымыз. Енді бұл косметикада да жаңағы Infinity дегендегідей керемет жаңағы молочкосы бар бұл жерде да. Сосын түнде, тек қана түнде ұйықтап отырып, жаңағы жасар компанияның. Біздің бұл компанияның керемет девизі бар. Әдемі көрінді, деніңді сау қылда, әдемі көрін. Выгляди лучше и чувствуй себя лучше деген. Керемет. Мен кешегіде Сарыағашқа барып келдім. Мені ұзақтан, біраздан бері көрмеген, уже мынау бетіме қарап, вообще сіздің бетіңіз анандай живой болып тұр ғой бетіңіз, нұрланып тұр дейді. Нұрланып тұр дейді, иә, бетіңіз. Мынау кремдер барлығы біздегі бетті нұрландырып, жасартып, адамның жаңағы қан тамырларымен жұмыс жасайды. Мынау молочкомен күнде жуып отыратын болсақ, мынау клеткалардың қартайып тозып кетпеуін сақтап отырады. Сосын мына түнде қалпына келтіруші деген крем, ол түнде ұйықтар кезінде аптасына 2 рет қолданамыз. Ол жаңағы терең 4 есе терең сіңіп, біздің терілерімізді жасарта отырады. Кремдеріміз. Камила келесі креміміз. Активатор. Енді біздің компанияда 4 түрлі маскалар бар. Бет күтіміне арналған емдік маскалар. Беттің жаңағы ажымын тартады, беттің порасын тазалайды, бетке ылғал беретін. Мынау активатор деген өнім 99% таза алойдың сығындысы. Енді бұның кереметі, өте керемет. Көзге тамызуға болады, құлақтағы отитке тамызуға болады, мұрынға гайморитке тамызуға болады. Бет күтіміне арналған деп жазылған сыртынан. Беттегі макияжды сүртіп отырамыз бұмен. Бір жерімізді бүкіл денеміздегі бірнеке шағыласа, кесіп кетсе, жырып кетсе, универсал кез келген жерге активаторы. Енді осы активаторға үйде тұратын жедел жәрдем деп айтамыз. Осы активаторға бізде маска пудрасы бар. Маска пудраны қоса отырып, осы активаторға бетті әжімдерін тартатын маска жасаймыз. Бізде әр сенбі күні День косметики спонсорымыз День косметики деп белгілеп қойған. Барлықтарыңызды сол әр сенбі күні шақырамыз День косметикаға. Біздің мынау компанияның кремдерін, косметикаларының эффектін, результатын көрсету мақсатында тегін маска. Сол масканы бір рет адам бетіне, денесіне тигізіп көргенде, уже бұның қандай өнім, қандай продукт екен уже адам сезіп отырады. Мынау біздегі 341 кодтағы маска пудра, құрамында жаңағы жүгерінің крахмалы бар, кукурузаның крахмалы, жаңа жұмыртқаның ұнтағынан жасалған. Активатор менен осы пудраны бірге бір араластыра отырып, аптасына 2 рет немесе 3 рет маска жасап отыратын болсақ, біз 10-15 рет жасайтын болсақ, біз 1 рет мини-пластический операция істегенмен тең болады біздің бетіміз. Мынау қартаю дейді, возраст жастың өтуіне қарамайды дейді. Егер дұрыс күтім жасасақ, бетімізге жаңағы дұрыс тамақ беріп, дұрыс кремдер жағып отырсақ, біз жаңағы ертең 60-қа 70-ке келгенде өте әдемі болып сақталады екенбіз. Әрине жаңағы ол үшін бірінші орында ақша керек, әдемі болып жүру үшін де ақша керек. Сол үшін бізде керемет мынау Forever интернет магазинін қосымша жүргізе отырып, осындай керемет маскаларды жасай отырып, қосымша табыс тауып, рахмет естуге болатын керемет бизнес. Енді келесі скраб, осы компанияның коды 208-дегі скраб. Енді біздің скрабымыздың кереметі мынау күнде басқа скрабтарды аптасына 2 рет қолдануға болатын болса, бұны жаңағы күнделікті осы скрабпен бетті жуып отыратын болсақ, мынау беттің жаңағы қотырланып, угриларды сығып, жаңағы беттері одыр-будыр болып кетіп жатады ғой, солардың тегіс болуына, беттің және нұрлануына, беттің тозып кетпеуіне өте керемет көмегін тигізетін біздегі лечебный скраб. Ерлерді, қыз-келіншектерге барлығына қолданыла беретін универсал скраб деп айтамыз. Универсал деп мақтанамыз біз продукцияларымызбен. Келесі.
R3 фактор деген өте керемет креміміз бар. Бұл кремді енді былай қарағаныңызда біздің барлық продукцияларда бетке арналған кремдердің құрамында А және Е, С витаминдері бар. Ең теріге керекті витамин дәруменнің ең керегі А және Е дәрумені екен бетке. Егер сол дәрумендер бет терілерімізге, дене терілерімізге жаңағы жетіспей жатса, солар өте ағзамызда азайып кетіп жатса, денеге әртүрлі жара шыққыш болады екен, терінің тез тозып кетуіне, қартайып кетуіне алып келеді екен. Ал мынау біздің R3 фактор деген креміміздің құрамында А және Е, С витаминінің мөлшерлері өте көп. Беттегі безеулерге өте керемет жәрдем береді. Беттегі пигментный пятна, жаңағы қыз келіншектер жүктер болғаннан кейін бетке дақ түсіп жатады, және сепкілдер, кейінгі шыққан сепкілдер болса, оларды іштей тазалай отырып, әрине бізде тек қана сырттан жаға бергеннен көбінесе сұрақтар келеді, тек сыртынан жаға берсем болады ма деп. Жоқ, обязательно міндетті түрде ішті тазалай отырып, сырттан жағып отыратын болсақ, біз 100% нәтиже көреміз. Мынау R3 фактор деген крем өте керемет. Кез келген кремнің жаңағы астына жағуға болатын R3 фактор деген крем майда әжімдерді, даже мынау көздің айналасына вокруг глаз бар ма сіздерде деп жатады бізде кремді. Біздің барлық кремдеріміз вокруг глазда, бетке де, денеге де, мойынға да, барлық жерге жағылатын универсал крем. Бұндай кремдерді мен басқа еш жерде естіген жоқпын. Мужской, женский деп терілмейді. Тип кожи тоже ең кереметі. Тип кожида менің бетім майлы, менің бетім немесе құрғақ, менің бетім аллергичный деп жатады адамдар. Біздің ешқандай қайсы крем болса да, мынау бетке болады, мынау бетке болмайды емес, барлық бетке арналған универсал кремдер. Ең кереметі, әрбір креміміз беймарал бір жылға жететін өте керемет. Мынау R3 фактордың өте көп атқаратын рөлі бар. Жаңағы беттегі даққа, безеуге, жаңағы беттің қотырланып кетуіне, майда ірі әжімдерді, көздің айналасында сызықтар пайда болады, жаңағы көздің астында жаңа көгеріп көкшіл болып тұрады, кейбір адамдардың. Іште жаңағы біздің сарысоқты ішіп отырып, осы кремді жағатын болса, біз дәл қазіргі әдемі қалпымызды ертең 10 жыл, 20 жыл өтсе де біз сақтай ала алады екенбіз. Келесі крем альфа Е фактор ма? Желе. Енді бұл желенің кереметі, тура алойды кесесіздер пышақпен, соның арасын ашсаңыздар, не көрсеңіздер, тура осы желенің ішіне салып қойған. Енді бұл керемет, бұны чересчур универсал деп айтар едім. Бетке жағуға керемет, жаңағы угриге да, угриді сығып, угриден кейін қалған даққа да яма болып тесік болып қалып жатады кейбір балдарда. Оны тегістеуге жағуға болады. Геморройға 100% жәрдем беретін универсал крем. Геморройға, женскийға қолданамыз бұл кремді. Даже ауызға менің немерелерім жейді. Менің немерелерім осы желені сығып жеп қоя береді. Мынау тамақтағы воспаление бар ма, шамалдау, жөтелу, хронический жөтелу бар ма, соның бәрін кетіреді. Мынау десна, тісіміз самалдап жатады, оған жағуға болады. Бөпелердің тісі шықпай жатса, оған да жағуға болады. Универсал крем бетке күнделікті кешке осы желені жағып отыратын болсақ, біз бетіміз ылғал, бізге ылғал керек. По возрасту жас келе біздің бетіміз құрғай бастайды. Кейбір адамдардікі құрғайды, кейбіреулердікі майланып кетеді. Соны мынау біздегі қайсы крем болса да, мынау бет терісін қалпына сақтап, артық майларды шығара отырып, мына беттегі беттің әдемі қалпын сақтауға арналған кремдер. Келесі күнделікті увлажняющий крем коды 63. Енді бұл крем әрбір үйде, әрбір қыз келіншектің, әрбір ер баланың болсында сумкасында жүретін универсал крем. Күнде бұл кремді әрі бетке жағамыз. Күннен қорғайтын кремді жақпас бұрын, қандай крем жақсақ та, осы увлажняющий кремді астынан жағып, үстінен солнцезащитный кремді жағып отырамыз. Сонда мынау біздің бетіміз сырттан жаңағы келетін ыстық, суықтан келетін зияндарды сақтап отырады екен бұл кремдер. Бұл кремнің және кереметі қолға
қолға да жаға береміз, бетке де жаға береміз, қолға да жаға береміз, мойынға да жаға береміз. Барлық жерге арналған крем аха. Келесі морская маска. Бізде жаңа айтып кеттім, 3 түрлі маска бар бізде. Беттің жаңағы әжімін тартады, порасын тазалайды, бетті клетка деңгейінде емдейді бетті. Соның екіншісі жаңағы бірінші активатор менен пудра қосылған маска болса, мынау морская маска. Бұл да жаңағы беттің әжімін тартып, беттің пораларын тазалап, бетті клетка деңгейінде 4 есе терең сіңіп терілердің беттегі артық майларды, беттегі жаңағы майда әжімдерді, бұны да аптасына 2 рет 3 рет істеп отыратын болсақ, дәл жаңағындай мини операция істегенмен тең болып шыға келеді. Бұның результаты да кімге қайсы қолайлы, сол жаңағы маскаларымызды алып жасауға болатын керемет маскалар. Ешқандай зияны жоқ. Морская маска деген крем. Бұл морская масканы қолға жағуға болады. Аха, прополис креміміз біздің. Аха, прополис крем және прополис қосылған емдік крем. Енді ең кереметі бұл таза алойдың сығындысы және ара прополис қосылған противовоспалительный. Бұның құрамында жаңағы антибиотиктер, самалдауға қарсы. Мынау денеге әртүрлі псориаз, экзема деген жаралар шығып жатады. Соның барлығына керемет нәтижесін көрсетіп жатады. Және жаңадан туылған шақалаққа қыз келіншектер, келіндеріңіз болса, немерелеріңіз болса, міндетті түрде үйде тұратын домашний аптечкада деп айтамыз. Кез келген жерге жаңағы қызарса, бөртсе, диатез шыға ма, бірдеңе шағып ала ма, қандай жара шығады, барлық жаққа бетке міндетті түрде угриға желе немесе осы прополис крем өте 100% нәтижесін көрсетеді. Бізде твердый мыло бар, сол мыломен жуып, прополис кремді, осы прополис кремді жағып отыратын болса, беттегі әртүрлі безеулердің барлығын кетіріп, жаңағы воспаление, ет пен терінің арасында воспаление болады. Олар да жаңағы угрийдің жаңағы кетпей тұруына себепші болады. Сол себептен осы прополис крем соның өте керемет нәтижесін көрсетеді. Келесі альфа-е фактор деген біздегі жаңағы масла. Бұл масламыз ең кереметі. Бұл масланың құрамында жаңағы огуречный масло, жожоба майы қосылған. Бет терісіне ең жақсы керемет нәтиже көрсететін, әсіресе құрғақ беттерге өте керемет. Бір тамшысын алып бетке жағып отыратын болсақ, мынау угрийдің орнын сығамыз ғой, соның орнында тесік яма дақтар қалады. Соған өте керемет нәтижесін көрсетеді бұл альфа-е фактор. Сосын емізулі аналардың көкірегінің жаңағы жарылып ойылып жатады, оған керемет нәтижесін көрсетеді. Сосын бөпелердің кішкентай мұрны бітеліп жатса, оған тамызсаңыздар мұрнын бірден ашады. Ал бетке, қолға, мойынға жағып отыратын болсақ, мынау әжім неден пайда болады? Біз жаңағы бет терісі солып, дәрумен жетпегендіктен А және Е витаминдері мына бетке сырттай беріп отырмыз керек екенбіз. Сол себептен мына осы кремдерде де А, Е витаминдері өте көп. Мынау альфа-е фактор деген майымыз бүкіл адамға арналған, әжімді болдырмайды беттегі. Бар әжімді жаймен жаңағы масканы жасай отырып, осы масланы жағып отыратын болсақ, майда әжімдердің бәрін кетіреді. Кез келген кремнің астына жағуға кеңес береміз. Осы альфа-е факторды кез келген кремнің астына жағатын болсақ, өте керемет нәтиже болады. Келесі солнцезащитный крем, күннен қорғаушы деп жатамыз, 617 коды. Біздің солнцезащитный креміміз SPF 30 деп айтамыз. Бұның құрамында 3 в 1. Әрі тоналка, әрі солнцезащитный, әрі пудра болып келеді. Мынау сырттағы келетін зиянды суықтан, күннен, желден, шаңнан бетімізге қонатын жаңағы әртүрлі зиянды нәрселерден қорғаушы крем деп айтамыз. SPF қандай крем жақсақ та, осыны сыртынан жағып отыратын болсақ, бізде бетімізге тез әжім түспейді, бетіміз жаңағы жас күйінде қалпында сақтап отырады екенбіз.
Тоналка жағудың қажеті жоқ. Ішінде тоналкасы бар, пудрасы бар. Универсал, керемет, бір адамға бір жылға беймарал жетеді. Келесі биоцеллюлезная маска дейді. Жаңа айтып кеттім сіздерге. Бірінші маскамыздың түрі пудра менен активатор болса, екіншісі морская маска, үшіншісі биоцеллюлезная маска. Ең керемет жаңа технологиямен жасалған бұл биоцеллюлезная маска, ылғал маска. Бетке жаңағы алып, таза бетке активатормен немесе ферстпен бетті тазалап отырып, осы ылғал масканы бетімізге жабыстырып, 20 минут, 25 минут бетімізді ыстап, одан кейін оны алғаннан кейін жумаймыз. Сол күйінде жатамыз немесе сонымен жүреміз. Соның құрамында бар витаминдер, дәрумендер, ішінде жаңағы кремі де бар, басқа барлық керекті дәруменнің бәрі осы ылғал масканың өзінде. Даже бұны жасағаннан кейін крем жағудың да керегі жоқ. Осы морская маска беттің жаңағы текстура, тегіс болып қалуын, әжімді жаңағы тартады, суықтан, ыстықтан жаңағы қорғайды, ылғалдандырып, беттің қартайып кетпеу процесін ұстап отыратын морская маска деген үшінші маскамыздың түрі. Қарап отырсаңыздар, керемет 3 түрлі, 4 түрлі маскалар бар бізде. Оның әрқайсысының әсері әртүрлі болады. Енді ең кереметі жаңағындай тип кожи, терінің қандай түрі екеніне маңызды емес. Біздің мынау өзіңді сат, біздің бизнесімізді айтады, алой емес, бизнес емес, өзіңді сат дейді. Сол өзіңді сат деген сөзге дәл осы косметикалар, осы кремдер, маздар, маскалар ең бірінші номер 1 болып тұратын құралдар болып саналады. Жаңағы біз мынау бетіміз біздің айнамыз. Барында жоғында осы бетімізге қарап отырсақ, адамдар біздің сөзімізге келеді, сосын біздің бетімізге келеді. Бетіміз қартайып кетпей, шаршап кетпей, тозып кетпей, әдемі болып жүретін болсақ, адамдардың бары жайлап тартыла береді екен бізге. Ең кереметі мынау масканы мен былай айтар едім, осы косметика маскалар, осы бизнес жасап келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Бұны мен жаңағы қармақ деп айтам. Қармақ, енді бұл жерде бизнес жасап отырған адамдар, шақырамай атқан адамдарыңыз болса бизнесқа, осы маска бір ауыз тегін маска. Беттің әжімін тартады, беттің порасын тазалайды, лечебная маска, тип кожи таңдамайды. Ешқандай кері әсері жоқ деп жаңағы голосовоймен айтып отырсаңыз, бір айтас, екі айтас, менің өзімде практикамда болып жатыр. Уже бұл жаңағы адамға связка слов, тема болады да, не деп шақырам, қалай шақырам деп шақыруды білмей жүрген адамдар болатын болса, осы маска керемет себеп болады шақыруымызға. Қай түрі болса да. Енді екіншісі жаңағы бір масканы жасаттық па, екінші шақыратын кезімізде, екінші өткенде саған мынандай маска жасап едік қой, енді бүгін бізде келесі басқа мында морская маска немесе биоцеллюлезная маска деп басқа түріне адамдарды шақырсақ болады. Қазір бізде қазақтар тегін болса жаңағы не болса да тегін болса жұтып жібереміз, сол сияқты тегін деп шақырсақ адамдар осы біреулер маскаға келеді екен. Беттің күтіміне. Ол уже бетіне бір рет жаңағындай біздің косметикалар, кремдер адамның денесіне тигеннен кейін, кез келген тамақты жегенде дәмін білесің дейді, денесіне тигеннен кейін уже ол адам все равно уже біздікі спискаға жазылды ма, бетіне бір крем тиді ма, денесіне біздің продукцияның біреуі тиді ма, болды, ол адам біздікі болады екен. Оған 100% көзім жетіп отыр. Өте керемет, біздің компанияда барлық құрал бар, жұмыс істеймін деген адамға барлық құрал дайын, бухгалтерия дайын, брошюра дейсің ба, кітап дейсің ба, косметика дейсің ба, жаңағы пробниктер, енді пробниктер шығып отыр. Ол пробниктерді өте керемет, бағасы қымбат емес, әрбір адамға жаңағы беріп кеткенге де ішіңді ашымайсың. Ол алып кеткен адам үйіне барып қолданған екен. Біздің сиқырлы продукцияны мен айқайлап сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Әрбіреуін қолданған адам бәрібір біздің адам болады екен бұл бизнеста. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар, мынандай керемет кремдерді, продукцияларды қолданыңыздар. Барлықтарыңыз сау, бай, қуатты болыңыздар. Менің осымен айтарым бітіп қалды ау деймін.
Айнұр ханым, өте қуаныштымын. Рахмет сізге. Өте көптеген ақпарат алдық. Иә. Аха. Тамаша. Иә, тағы да косметика пайдаланғымыз келіп жатыр. Иә. Өте тамаша. Аха. Рахмет, жақсы. Зумда кездескенше.